Келесі 509 есептің біріншісін шығарайық. 5-тен 1 қосылған 9-дан 1 қосылған 3-тен 1 тең 5, 9, 3 сандарына ортақ бөлім береміз. Яғни үшеуіне де бөлінетін сан ол бізде 45 болады. 15-тен беріледі. Так, 5 болады. 9 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 45, 9 қосылған 5 қосылған 15. Сонда 45-тен 29-ға тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 2-ден 1 қосылған 5-тен 3 қосылған азайтылған екен. 3-тен 2. Азайтылған 3-тен 2. 2, 5, 3 сандарына ортақ бөлім береміз. Ол 30-дан болады. 30-ды 2-ге бөлетін болсақ 15, 30-ды 5-ге бөлетін болсақ 6, 30-ды 3-ге бөлетін болсақ 10-ға тең. Сонда бөлшектің бөлімі 30-ға тең. Так, 15 қосылған 18 азайтылған 20 болады. Тең 30-дан 13-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 6-тан 5 қосылған 8-ден 3 азайтылған 4-тен 1 тең. Ортақ бөлім 24 саны болады. 4-тен береміз, 3-тен береміз, 6-тан береміз. Бөлшектің бөліміне 24 деп жаз қоямыз. 20 болады көбейтсек, қосылған 9 болады, азайтылған 6. Тең 24-тен 23-ке тең болады. Келесі төртіншісі 9-дан 5 қосылған 6-тан 1 қосылған 4-тен 3 тең. Ортақ бөлім береміз. 36 санынан 36-ны 9-ға бөлетін болсақ 4-ке тең болады. 36-ны 6-ға бөлетін болсақ 6-ға тең болады. 36-ны 4-ке бөлетін болсақ 9-ға тең болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 36 болады. 20 қосылған 6 қосылған екеуінің көбіндісі 27-ге тең болады. Тең 36-дан 53-ке тең. 1,36-дан 17-ге тең болады екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 3-тен 1 қосылған 9-дан 4 қосылған 6-тан 5. Ортақ бөлім береміз. 18 санынан 6 болады, 2 болады, 3 болады. Так, 18, 6 қосылған 8 қосылған 15 тең 18-ден 29-ға тең. Ол дегеніміз 1,18-ден 11-ге тең болады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 4-тен 1 қосылған 5-тен 1 азайтылған 10-нан 1. Ортақ бөлім 20 санынан береміз. 5, 4, 2. Бөлшектің бөліміне 20-ны жазып қояйық. 5 қосылған 4 азайтылған 2. Сонда мына жерде 3 екен ғой бізде берілген. Сонда 6 болады. 9 болады. Сонда 3-ке тең болады. 20-дан 3-ке тең екен. Келесі 513 есептің біріншісін шығарайық. 15-тен 7 азайтылған 6-тан 1 қосылған 5-тен 2. 15 пен 6-ға ортақ бөлім береміз. Ол 30 саны болады. 2-ден береміз, 5-тен береміз. Сонда бөлшектің бөлімі 30 болады. 14 азайтылған 5 қосылған 5-тен 2 тең. Сонда 30-дан 9-ға тең. Қосылған 5-тен 2.
Ортақ бөлім таға береміз. 6 санынан береміз. Сонда 30 болады. 9 қосылған 12. 30-дан 21-ге тең. 3 санына қысқартып жіберсек, 10-нан 7-ге тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 8-ден 3 азайтылған 9-дан 1 қосылған 36-дан 25 тең. Ортақ бөлім беремін. 72 санынан 9 болады, 8 болады. Бөлшектің бөлімде 72, 27 азайтылған 8, азайтылған 9, 36-дан 25 тең. 72, 27-ден 8-ді азайтатын болсақ, 19-ға тең болады. 19 азайтылған 36-дан 25. Ортақ бөлім берем. 72 санынан 36-ға бөлсек 2-ге тең болады. 72 болады. 19 азайтылған азайтылма таңғысында. Мына арасы плюс болады екен бізде. Мына аралық плюс. Сондықтан да плюс 50 болады. Сонда 72-ден 69-ға тең болады екен. Оны 3-ке бөлейік. 3-ке бөлсек 24-ден 23-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарамыз. 9-дан 8 азайтылған 6-дан 5 қосылған 3-ден 2 тең. Ортақ бөлім 18 санынан болады. 3-ден берем, 2-ден берем. 18 жазып қояйын. 16 азайтылған 15 қосылған 3-ден 2 тең. Азайтатын болсақ, 18-ден 1-ге тең болады. Қосылған 3-ден 2. Ортақ бөлім 6 санынан болады. Сонда 18, 1 қосылған 12. Сонда 18-ден 13-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 8-ден 7 азайтылған 20-дан 13. Қосылған 10-нан 9 тең. Ортақ бөлім 40 санынан болады. 2-ден береміз, 5-ден береміз. Сонда 40, 35 азайтылған 26-ға тең болады. Қосылған 10-нан 9 тең. 40-тан азайтатын болсақ 9-ға тең болады. 10-нан 9. Ортақ бөлім берейін. 4 санынан болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 40, 9 қосылған 36. Сонда 40-тан 45-ге тең болады. 1/40-тан 5-ге тең болады екен. Келесі, немесе мына жерде тағы да 5 санына қысқартып жіберетін болсақ, 1, 8 болады. Сонда 1/8-ден 1-ге тең болады. Келесі 5-шісін шығарайық. 18-ден 7 азайтылған 12-ден 1 қосылған 6-тан 5. Ортақ бөлім 36 санынан 2-ден береміз, 3-ден береміз. Бөлшектің бөлімінде 36, 14 азайтылған 3 қосылған 6-тан 5 тең. Сонда 36-тан 11-ге тең. Қосылған 6-тан 5. Ортақ бөлім 6-дан беремін. Сонда бөлшектің бөлімінде 36 болады. 11 қосылған 30. Сонда 36-дан 41-ге тең. Ол дегеніміз 1/36-тан 5-ге тең болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 4-тен 3 азайтылған 15-тен 8 қосылған 20-дан 17 тең. Ортақ бөлім 60 санынан береміз.
Так, 4-тен болады, мынау 15-тен болады. Сонда 60 болады. Так, 45 азайтылған 32. Қосылған 20-дан 17. Тең, так, 8, 13-ке тең болады, бөлінген 60. Қосылған 20-дан 17. Ортақ бөлім 3 санынан береміз. Сонда 60, 13 қосылған, так, 51. Қосындысы 64-ке тең болады. Сонда тең 1,60-тан 4-ке тең болады екен. 4 санына қысқартып жіберсек, 1,15-тен 1-ге тең болады екен. Келесі 511-дің біріншісін шығарайық. 3-тен 1 қосылған ортақ бөлім 15 санына тең, яғни 15-ті 3-ке бөлетін болсақ, 5-ке тең болады. Сонда 5-тен 1 болады екен. Тең ортақ бөлім 15. Так, 3-тен береміз, 5-тен береміз. 5-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 5 қосылған 3. Сонда 15-тен 8-ге тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 45, 45-ті 9-ға бөлетін болсақ, 5. 5-тен 1 қосылған 9-дан 1. Тең ортақ бөлім 45 болады. 5-тен берем, 9-дан берем. Сонда 45, 9 қосылған 5, 45-тен 14-ке тең болады екен. Келесі үшіншісі 7-ден 1 қосылған ортақ бөлім 28 екен. 28-ді 7-ге бөлетін болсақ, 4 болады. 4-тен 1 болады екен. Ортақ бөлім 28 болады. 7-тен береміз, 4-тен береміз. 4 қосылған 7, 28-ден 11-ге тең екен. Келесі 4-шін шығарайық. 24-ті 8-ге бөлсек 3 болады. Сонда 3-тен 1 қосылған 8-ден 1 тең ортақ бөлім 24 саны. 3-тен береміз, 8-ден береміз. 8 қосылған 3, онда 24-тен 11-ге тең екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 3-тен 1 қосылған 2-ден 1 болады. 3-тен береміз, 2-ден береміз. Сонда 6, 2 қосылған 3. 6-тан 5-ге тең болады екен. Келесі 6-шысы 42 саны. 42-ні 7-ге бөлетін болса, 6-ға тең болады. Сонда 6-тан 1 қосылған 7-ден 1. Ортақ бөлім 42-ден 6-тан береміз, 7-тен береміз. Сонда 42 болады. 7 қосылған 6 тең болады екен. 42-ден 13-ке.